Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді карамельді пирогты дайындаймыз. Бізге қажетті құралдарды описание бөлімінен толықтай қарай аласыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майдың үстіне қантымызды салып араластырамыз. Одан соң қопсытқышты ұнға қосып араластырып аламыз. Сары майдың үстіне ұнды кішкенеден салып отырып, тағы да араластырамыз. Бір жұмыртқаны қосып, қамыр илейтін боламыз. Мен бұл пирогты бірінші рет пісіріп тұрмын. Бірінші рет пісірсем де бәрімізге ұнады. Өте керемет болып шықты. Осы дәл видеодағыдай істеп көруге сіздерге кеңес беремін. Дайын болған қамырымды пакетке салып 15-20 минутқа холодильникке қоямын. Енді мен бұл аралықта салмасын дайындаймын. Бұл пирогтың құрамы қолжетімді әрі жеңіл дайындалады. Салмасын дайындау үшін алдымен сгущенка мен қаймақты араластырып аламын. Одан соң үстіне бір жұмыртқаны қосып, бір келкі болғанша бәрін араластырып шығамын. Дайын болған қамырымызды осылай өзіміздің формамызға, яғни жайғастырып, пирогтың формасын келтіреміз. Қамырдың шетін осылай шанышқының көмегімен тегістеп аламын. Бірден салмасын ортасына құятын боламыз. Осы кезде пешімді 200 градусқа қыздырып қоямын. Өйткені пирогты қатты қызып тұрған пешке салу керек. Артық қамырдан бетіне печенье істеп әсемдеп қойдым. Өздеріңіздің қалауларыңызша әртүрлі қылып әсемдесеңіздер болады. 180-200 градуста 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын. Сметаник пирогіне ұқсайды, бірақ дәмі өзгеше. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Қазіргі уақытта хит болып жатырған өте дәмді пирогтардың бірі.